Мен деген 9 жас, 8 мектепте оқимын. Мен осы саланы 9 жастан бастадым. Негізі осы саланы бастағаным Ырза Тұрсынзаның видеосын көріп, соның арқасында мен деген өзімнің внутренний чувстволарым ашылды. Сосын осы саланы қызығып кеттім мен. Осы салада вообще менде негізі вообще қиыншылықтар болған жоқ. Өйткені мен мамам тігінші, әжем тігінші. Сол генетикадан, солай генетикамен маған кеткен сияқты деп ойлаймын. Сол себепті менде вообще қызық қиын емес. Қалай басталды? Неден басталды? Негізі осы саланы бастағаным, осы мен мамам, әжем тігіп жатты, соны қызықты болды қарап отқанында. Сосын мен айттым, көрейінші дедім әжеме. Сосын әжем маған үйретті. Сосын соны қызығып, соны бастап кеттім солай. Алғашқы қандай құрақ құрадың? Ең алғашқы құрақ менің ол зигзаг. Сосын зигзагтан кейін құдық құрақты үйрендім. Құдық құрақ тоже оңай болды. Ең қиын ол шешен құрақ болды. Негізі ештеңе айтпайды, просто апа молодец дейді, өнері мықты, бала мықты дейді. Өзіңе не қызық осы құрақ құрағанда? Құрақ құрағанда мен негізі деген өте кіріп кетемін осы іске деген, өте ұнайды маған. Неше сағат отыра бересің осы тігіп? Көп сағаттар, если не болмаса қарым ашып саған тамаққа дәріханаға бармасам 5 сағаттай отырамын. Отыра бересің, е? Тіге. Кейбір кезде құрақтарды көп болса, мен деген мына жерге қыстырып қоямын да, нені өзім жақсы көретін ютуберлардың қараймын. Звуктарымды естіп, сосын чуть-чуть қарап отырамын. Негізі өте көп жоспарларым бар, өйткені осы іспен мен деген өзіме керекті көрпелерімді, көпшіктерімді, қызықты нелерімді тіге аламын. Өз фантазияларымды қолдап. Негізі просто қызық маған осы іс деген. Мен хоббиім деп ойлаймын. Маған да ұнайды бұл жұмыс. Мен деген өзімнің 8 жасымда мамам тігіп жатқан кезде мен деген өзім машинкаға барып қызыға бастадым. Және де мамама айттым, мен де үйреніп көрейін деп, мен де істегім келеді деп. Және де сөйтіп зигзагты басында бірше зигзагты тігіп бастадым. Содан кейін Ырза ханымнан бізде фестиваль өтті Ақтөбенің қаласында. Сол кезде мама барды, мама барғаннан кейін бізде апарды. Сол кезде 3 этаж, 2 этаж көп көрпелерді көрдім, көп үлкен қазақ заттарды көрдім. Ырза Тұрсынзаданы сол күні көрдім. Және де Ырза Тұрсынзаданы мен деген көрдім да, ол деген бүкіл машинканы берді. Сол щедр адам, күшті адам екенін көрдім. Және де мен сол күннен бастап ютубтан қарай бастадым. Және де Ырза Тұрсынзаданың 2-3 роликтерін қараймын. Менде әжем де тігеді, анам да тігеді, ағам да тігеді. Сол кезде біз деген үйде тіге бастадық. Былайда зигзагта тігеміз, құдықта тігеміз. Менде шешен құрақтан 2 көпшік бар. 2 көпшік, және де шешен құрақты, құдықты тошық тігем. Адамға бірінші қызығушылық. Оның өзінің мотивациясы және дисциплинасы керек. Және де тігуге өзінің навыктары керек. Тігуден. Және өзінің окружениесінде тоже солай білетсіз деп ойлаймын. Күнде неше сағат отыра аласың осылай? Тігіп, көрпе тігіп? По-разному всегда. 3-4 сағаттан ғой. Бүгін мен осыны бітіру керекпін деп өзің айтасың ба? Я, бітірсен ертеңге аз заттар қалады. Бүгін бітіріп жасам.